Сәлем баршаңызға. Бүгін біз Алматы қаласындағы Оптовка, яғни Жұлдыз базарына келіп, Әділ мырза екеумізге бүгінгі үйге продукты аламыз. 2 адамға қанша теңге кететінін көрейік, және де сіздердің базарларыңыздағы бағамен біздің дәл қазіргі алатын бағаларымызды салыстырып көріңіздер. Кеттік. Kеттік. Бірінші кезекте не алуға барамыз? Картоп, сәбіз, пияз. Фрукты и овощи? Иә. Картоп 170 теңге екен. Сәбіз 200 теңге. Пияз 50 теңге. 700 теңге бар. Onda 7 pomidor alalım. 1200 tenge ekan. 1200 lira. Mына pomidor salatga, mына pomidor tamakka 700 tenge. Bularning ichida 7 yo'q. Mana 7 bor. 600 tenge. Hozir. Endi nima alalım? Tamakka olsa 200 tenge doymi? 250. 250. 200 tenge bırak. Salam alırsın mı? 450. Sarama ya. Moğolundan alsın, Moğolundan. Bu nerede? 250 tenge kilogram. 740 tenge төледік. Анау капустамен жүзімге. Біз осылай продукт алуға келген кезде фрукты, овощи менің әйелім әртүрлі жерден әртүрлі зат алады. Бір жерден алма алады, бір жерден жүзім алады, бір жерден овощи алады. Хотя мына жерден бір жерге келіп барлығын бір жерден ала салуға болады да. 2500 теңге килограммы, мына тұрысы 1700 теңге. Малинаға, клубникаға и кивиға 3330 теңге кеттік қарғар. Аз емес па? Азыздан ғана аламыз, себебі біз екеуміз ғана тұрамыз. Примерно бір екі жерге екі рет қоюға болады емес пе күнге, бізге жетеді. Айжасына соған фруктыдан айжуа құрмасын, асқабақтың дәнін, кетпеу рәңгі, ондай жәрдемесі көретін. Фисташка аладым, азыздан газ қанша қатын көрейік. Суқа фруктыға 3500 теңгеге бөледі. Мұнда майонез 600, мынау кетчуп 650, сода 200. Мындай варенка қанша? 600, кукуруз 600, қанша? 450, сонда цезарь 500, сахар 500, сосын ана разный кетеді теңге. Вообще? Общий 4250 теңге төледік. Жұмыртқа домашний ет 650 теңгеге, 13 штук алып жатырмын. Сливочный плавленый сыр 1950 теңге. Туалетная бумага 1450 теңге. Ана аспаптарда сұрашты. Қанша жұмырсыз ба? Иә. Болады. Осы тауардың барлығы бізде 28 000 теңгеге шықты. Сіздерде қандай баға, алманың, картоптың, сәбіздің бағаларын салыстырып көріңіздер. Ал ұнаса лайк басып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Комментарияда жауап күтемін.